Қазақтың дарынды ұлдарының бірі, асқақ әнші, дүлдүл ақын, талантты композитор Нартай Бекежанов туралы бұл жинаққа мемлекет, өнер, ғылым қайраткерлерінің, танымал ақындар мен жазушылардың және ұлағатты ұрпақтарының, замандас ауылдастарының естеліктері арқау болған. Олар Нартай бейнесін әр қырынан сомдап, мәлім, әрі беймәлім жағдаяттардан сыр шертеді. Сыр бойының дарынды ақыны, бұлбұл үнді әншісі Нартай Бекежанов 1890 жылы 26 наурызда Қызылорда облысы Шиелі ауданы Бестам қонысында дүниеге келген. Ақынның бұрынғы шығарған өлеңдерінің көбі сақталмаған, ал сақталғандардың көпшілігі жинақталынбай ел аузында жүр. Десе де, қолға түскен ақын туындылары 1950 жылы домбыра сазы, 1956 жылы өлеңдері мен айтыстары деген атпен жинақ болып басылып шықты. Нартай туындыларының ішінде ең көп тараған композиторлық шығармашылығының мөлдірі Нартай әні деп аталатын ән. Бұл әнді 1934 жылы Жаппас Қаламбаев қобызға қосып тұңғыш рет орындады. Ән көркем өнер қайраткерлерінің, музыка зерттеушілерінің назарын бірден аударды. Абай атамыз айтқандай, құлақтан кіріп, бойды алатын ән. Қазақта ақындық пен әншілікті қатар алып жүрген Ақан Сері, Жаяу Мұса, Үкілі Ыбырай, Біржан Сал сияқты майталмандарды барлығымыз білеміз. Сондай жан-жақты 8 қырлы ақындардың қатарында Нартай Бекежановтың да алатын орны бар. 1939 жылы сыр бойының өнер саңлағына көркем өнерге еңбегі сіңген қайраткер атағы беріліп, республиканың 25 жылдығында құрмет белгісі орденімен марапатталды. Нартайдың артында қалған мол мұра қазақ руханиятының баға жетпес байлығы. Оның есімі ел есінде мәңгі сақталып, бүгінгі өнерпаздарға өнеге болып келеді.